Кәнді сәлем, сіздермен бірге мен Малика. Және де қазір мен қайда отырмын? Мен өзімнің таңдаған университетімнің дормитори жатақханасында отырмын. Және де бұл видео мен қай университетті таңдадым және де неге дәл осы университетті таңдағаным жайлы болады. Сонымен мен отырған университет ол Европада орналасқан және де осы университет таңдағанның бір таңдауыма ең үлкен үлес қосқан немесе әсер тигізген фактор ол Шенген визасы. Яғни ол Венгрия, мен Будапешт технология және экономика университетінің қалайса болады жатақханасында қазір отырмын. Яғни де мен осы жерде оқимын. Ол мен оқитын программам ол 5 жылдық One Tier Master, яғни Integrated Master's Degree. Мен 5 жыл ішінде архитектуралық инженерия, сәулет инженериясы оқимын және де содан кейін бітіргеннен кейін мен бакалавр мен магистратура дәрежелерін бірге алып шығамын. Яғни сол магистр дипломы да менде болады. Бір жағынан бұл жақсы әрине де, себебі сразу бірден магистратураны бітірген керемет деп ойлаймын. Және де бұл Шенген жері, яғни мен бұл өзімнің визамен басқа да Еуропаның қалаларына, елдеріне емін-еркін сапар жасап, путешествовать етіп жүре аламын. Және де бұл жерде архитектураның өзі, сәулет өнерде әдемі. Будапешт қаласында әсіресе қазіргі мен отырған ол әр жерде келе жатқанда, кез келген жерде әртүрлі мекемелер, үйлер барлығы өте әдемі. Әсіресе олардың білмеймін, кішкентай бір детальдары немесе статуялар тұрады. Кіреберіс, яғни есік пен терезе жақтары барлығы өте әдемі әсемделген. Сонысы барлығы маған қатты ұнады. Неге мен Турция университетін таңдамадым? Себебі Istanbul Technical University тек қана Турцияда емес, бірақ Европаның арасында, Европаның ішінде де өте жақсы белгілі университет және де әсіресе сәулет өнері жағынан да жақсы дамыған. Бірақ мен өзімді шетелдегідей сезінгім келді. Себебі Турцияға өте әдемі мемлекет, әсіресе Стамбул өте сұлу, сәулет өнері де барлығы да өте әдемі. Адамдары да қалай айтса болады, түркі адамдармен, түркі халқымен қазақ адамдарының менталитеті, түсініктері, әдет-ғұрыптары барлығы ұқсайды, әсіресе тілде. Сондықтан мен егер Турцияға барсам, онда өзімді әрине өте жылы, жақсы сезінуші едім. Тіпті үйде жүргендей десе де болады. Ал Венгрияда мұнда барлығы өзгеше, Европа, адамдарда барлығы басқа, тілдері әсіресе өте қызық және де қиын. Шыны керек. Бірақ мұнда да сәулет өнері өте жақсы дамыған, барлығы өте әдемі. Әсіресе бұл жердің өзінің қалай айтса болады, тарихы бар. Әр мекеменің де, далада кез келген жерде қыдырып жүргенде, жай бір жерге бара жатқанда даланың барлығы, көшенің барлығы өте әдемі, әсемдендірілген. Және әрине де бағанағы айтып кеткендей Шенген визасы болғандықтан мен Европаны көргім келді. Әртүрлі елдерін, қалаларды көріп аралағым келді. Сондықтан да ал Түркияға барсам, онда мүмкін болушы еді, бірақ мен басқа визаны қайтадан жасатуым керек болушы еді. Сондықтан мен Будапештті таңдадым. Және де мұнда оқу қиын деп айтады. Осы BME университетінде, және де ол шын шығар, өйткені
бірінші аптадан бірінші күннен бастап біз келген университетке. Негізінде ақпарат өте көп болды. Пәндердің кейбіреуі де өте қиын, бірақ түк етпейді. Қазір маған қиын болса да, болашақта барлығы жақсы болады деген ойдамын. Сонымен солай. Және де мен Будапештте болғаныма 3 аптадан кішкене көп болды уақыт. Мен қыркүйектің сентябрьдің 3-інде осында ұшып келдім. Және де бастапқы 3 күні барлығы жақсы болды, керемет болды. Менде такое впечатление, прям вау деген. Бірақ мұнда көп ағылшынша сөйлемегендіктен маған кішкене қиын болды. Және де кейде мен жылағым да келіп кетті. Сондай да болды, бірақ одан кейін 3 күн жақсы өтті. Ары қарай мен келесі 2 аптада ауырып шықтым. Мен тамағым ауырды, өзімді жаман сезіндім. Білмеймін, мүмкін ол стресстен де болар, адаптацияма. Денсаулығым кішкене нашарлап кетті, және де сабақтан кейін өзім өте шаршаңқы сезініп жүрдім, шаршап жүрдім. Одан кейін менде аллергия да басталды. Барлығы бүт болды. Бірақ қазір шүкір барлығы жақсы. Және жақсы болады деген ойдамын, үміттенемін, өтінемін. Вселенная өтінемін, мен бір мықты денсаулық сыйла. Сондай қиындықтар болып тұрды. Өйткені сабақта жаңағы айтқан қиын болды. Бізде мысалы сағат таңертеңгі 10-нан кешкі 8-ге дейін мен университетте болдым. Әрине де 3 күн солай. Мысалы бірінші күні 10-нан 8-ге дейін, екінші күні 10-нан 7-ге дейін, және де тағы бір күні, үшінші ол 8-ден 7-ге дейін ба, солай. Бірақ арасында әрине де окнолар, яғни үзілістер болып тұрады. Және де тамақ ішуге үлгереміз. Бірақ бәрібір де кішкене қиындау болды, әсіресе маған, білмеймін неге. Және де келесі 2 аптадан кейін бізде понедельник күні, дүйсенбіде вообще барлығы уақыт болмайды, үзіліс ешқандай. Сағат 10-нан 7-ге дейін бізде сабақтар, бізде 5 және де 4 сағаттық сабақтар да бар, және де ол жерде өте шалығып, және де шаршап ұйқым келіп кетеді. Бірақ енді отыруға тура келеді. Келесі видеоларда онда мен осы Будапештті, қаланы және де менің университетімді жақсырақ видеоға түсіріп көрсеткім келеді. Және де егер сіздерге Түркия бұрсылары немесе осы стипендия Хунгарикумға қалай түсу керек, жайлы бір гайд керек болса, осы бағдарламаларға қалай тапсыру керек, не істеу керек, оның сайтқа әрбір жеріне неме жазу керек туралы ақпарат керек болса, видео қажет болса түсіндіретін, онда комментарийға жазыңыздар, лайк қойыңыздар, маған жазылыңыздар менің каналыма. Сол кезде мен мүмкін сондай видео, ақпараттық видео, пайдалы видео түсіретін шығармын. Бірақ егер әрине де сіздер комментарийға жазсаңыздар, сіздерге керек болса, онда обязательно, міндетті түрде ондай болады видео. Және де сіздерге сәттілік тілеймін, маған да сәттілік тілеңіздер, өтінемін, өйткені маған ол керек болады, және де нервы мен здоровье, денсаулық та маған керек болады. Сондықтан келесі кездескенше. Бір де өтірік жоқ.